Серік Сейтман, қырсық қызға қолтаңба. Қазір біздің дәуреніміз, бір тынбайтын шағымыз. Тына қалсақ мәңгілікке сынағалар сағымыз. Қазір біздер от жүрегі жалындаған жастармыз. Салсақ қане дара шауып, жерге емес аспан қыз. Жас шағыңда жүректегі алауыңды сөндірме. Сөнген күні шикі піскен азығыңды жеп жүрме. Бала күнгі бос уақытың көңіліңе кептеліп, қартайғанда жабыспасын жүрегіңе дерт болып. Тұрмыс құрып бірге қуған бой жеткен қыз парталас. Жар айтып бір үстелде басты қостық барша жас. Жалғыз ғана жастар емес үлкендерді жиналды. Жегжатаулы құдайындай сыйлайды екен мейманды. Не бір нақыл сөзді тілге тиек етіп асаба. Ең әуелі бата сұрап сөз берді қарт атаға. Кенет қызға көзім түсті, көзіндей ақ жүзіктің. Қарсы тұрған сол араудың көздеріне қызықтым. Іске батыл кіріспесем, мен несіне ақынмын. Шалт қимылдап ширақ басып қызды биге шақырдым. Ол қырсығып, билемеймін, мазам жоқ деп қашқанай. Сол маңдағы адамдарға күлкі болдым масқарай. Осылайша бір сұлудың соңына еріп жүргенде құрметті сөзге кезегі де келіп қапты біздерге. Ақын жігіт тілек айтсын деп шулады ел тойдағы. Сөйлемей қайтар едім, сөйлемеске қоймады. Бойымдағы шабыт тасып тұрмаса да кемерден. Жүрек жарды тілегімді сабақтадым өлеңмен. Бұл қыз деген, үлпіл деген, бақыт құсың қолдағы. Мәнді бақтап, мәңгі сақтап, қадірлесең болғаны. Қира беріп, тұрмас берік, тау соқса да мұзбенен. Сол сияқты, бор сияқты, бір нәзік қыз деген. Су бар ма деп, құрауға бет, бұрған гүлді шөлдептім. Қызып анық өзіп алып, қорлық жасап көрмекпін. Жаңбыр сынды әрбір гүлді иіскеуден аулақпын. Ұнады ма құлағына бірден сырға салмақпын. Жер бетінде тербетілген қызғалтақ көп қыз деген. Бірақ шыным, бірақ гүлім табылмай жүр іздеген. Айналайын күйеу жігіт, сен бақытты азамат. Неге десең ақ гүліңді жүрсің төске қадап. Сол гүліңді бөжеттенбей мейірлене иіске. Сол гүліңнен басқа бөтен ешбір гүлге тиіспе. Сонда ғана гүлің сенің өлгеніңше солмайды. Сонда ғана гүлің өзге бақшаныкі болмайды. Дәл осылай білдірдім мен екі жасқа тілекті. Тойда тұрған қалың қауым қолын соғып ду етті. Содан кейін айқай шіркін жастар биі басталды. Жалымдағы жолдастардың бәр ортаға аттанды. Ағатайым дәптерме, қалдырыңыз қолтаңба. Үніңізді сағынармын әрбір кеште, әр таңда. Деп бір ару алдыма кеп дәптер тосып қиылды. Жанарына қарай қалсам өзі сондай мейірлі. Меніменен билемеген әлгіндегі қырсық қыз. Сөз сөйлеген сәттен бастап бопты маған антық қыз. Қыз жүрегін жаулап алып өлең дейтін шіркінің. Содан оның өрт сезімі табалмапты бір тыным. Бақыт үшін келеді ғой бұл өмірге әр адам. Өлең сүйген жан болған соң жыр жолдадым мен оған. Қосақ құдай жұбын жазбай бірге болар мәңгілік. Бағыңызға кезіксін бір дәл өлеңдей пәк жігіт. Осы болды дәптердегі тілек басы, сөз басы. Одан кейін ол дәптерді қырсық қыздың көз жасы. Өлеңді оқыған Қанат Айтөби.